Сәлем достар. Бізде келесі саяхатымыз басталып жатыр. Алтын самұрыққа саяхатымыз басталды. Картаның ішіне кіріп көреміз, бірақ кішкентай болмайды, кішкентай. Көрейік енді, жүр. Сөйлесіп көрейік қыздармен. Ал бізде достар алтын самұрыққа кірдік. Кезегімізді күтіп тұрмыз. Мына жақта съемка. Как всегда, әкелері түсіріп жүріп қаншайымдарын. Мынау, как всегда, недовольны. Бұған билет сатпай қойды, Альбина екеуіне болмайды деп. Сонымен біз өзіміз кіретін болдық. Болмайды екен саған, жасым жетпейді екен. Ал кіреміз. Үшеу менмен. This decoration here, of course, you can see images of the first people, ancient animals, stone paintings, pictograms. They were found in Kazakhstan and Angola. Таңба, Орхон Енисей жазып таңбалары. Бұлар сендердің 5-ші класста өтетін шығарсыңдар. Орхон Енисей жазбалары ғой. Беркеңде, бер қарай. Беркетенсі. Қараңдар, тасқа қашап жазу тарихы ғой. Мына жерде оқысаңдар болады, міне қаншама тарих жазылған. Қош келдіңіздер. Бізде бір кішігірім экскурсия болады. Шатыр театры ең соңғы көрінген болса кезең бойынша. Тыңда тарих. Таңбалы тас үңгірінің көшірмесі. Оригиналы Алматыдан 170 километр қашықта орналасқан осындай үңгір. Ішінен 5000-ға жуық суреттер табылған. Тасқа қашалған петроглифтер. Ең көбі, ең атақтылары сол таңбалыныкі. Тас дәуірінен бастап сақталып келе жатыр оригиналдары. Мұнда тұрған бұрыштағы үлкен ескерткіш күлтегіннің ескерткіші. Жетім шығасында тақты қолбасшы болған, енді негізі қалаған білген. Енді көшпендердің өмірі барлығы қазақ стильден киіз үйдің 4 қанатты ең кішкентайлысы, соның жартысы. Ішіне көрсеңіздер де болады. Бізде ағаш үй дейді. Асықпай көріп алыңыздар. Жатса кіруге болады дейді, кіресің бе? Жүр. Ерасы мынау сол кездегі атарға болған ғой. Атқа жегіп, түйеге, атқа осымен су тасыған, осымен көшкен. Разы болып жер астына әзір болды. Зәр жылап сахараларда тұрар достар. Ей достар, еш білмеді мен жолымды. Бақытқа байламады мен берімді. Қайба сөзден ештемеді мен тілімді. Келесі жібек жолы базар дейді. Мен сабарларымда көп нәрсе үйренемін. Бірінші бөлмеде саудагерлер Жібек маталар, сол кезде маталар сатылған ғой, жібек жолы болған. Ұлы жібек жолы, сауда саттықпен айналысқан Орта Азия халқы. Мына жерде дәндердің неше атасы, қара құмықтыр, қолмен ұстауға болмайды, бәрі әрине макеттері. Өте әдемі, күшті жасалған, қараңыздаршы. Бұрын Шымкентте жүргенде 2-3 мәрте келіп кеттік, бізде бұл жаққа, кіре алмай кеткенбіз осы алтын самұрыққа. Биыл бұйыртып, 3-ші күні кіріп жатырмыз ғой уже. Азияның ортасы болған. Қазір Қазақстан деп белгілі болған осы жер. Қазақ жері қалай белгіленді, картаға қалай қазақ жері белгіленді, соны көрсетеді. Жаңа әңгімелер мен аңыз.
Біз енді кіреміз. Білмеймін. Осы жерге отыра салайықшы. Нарадан әдемі ғой. Ал, давай. Біз орналасып отырып алдық. Айла екеуміз осылай отырдық, міне. Құрметті қонақтар, Ерасыл ұнады ма? Ал, міне, прям мынаның. Қалай бөлсей енді пікіріңмен? Өзінің есіне вообще күшті. Өзінікінен де қымбат. Иә, бағасына стоит дейсің ба? Бағасынан да күшті дейді. Короче, мен де түсіндіре алмадым. Мынандай осындай үлкен шариктің үстінде, прям білмеймін. Живой, сосын ше, байқадыңдар ма, қатын қарағайға бардық қой. Қарағайлардың арасынан ұшқан кезде кәдімгідей қарағайдың иісі шықты ғой. Ал судың ішіне кірген кезде судың иісі шықты, дәмі берілді. Прям не деген керемет. Не деген керемет. Бұлтты жаңбырдың арасынан өткен кезде прям жаңбырдың топыраққа барып түсетін иісі бар ғой, сондай иісі шығады ғой. Прям иісіне дейін, көріліміне дейін супер. Мынау алтын самұрықтың өзі. Кеттік жүрдер. Осындай біздің алтын самұрыққа саяхатымыз осындай қызық болып аяқталды.